Шіргенше кінәлі. Әрине кінәлі. Бұлар қазақтың балаларын, қазақ ұлтын жоятын жауыздар. Түсінесің ме? Жауыздар. Біз бұнымен тіке тұрып күреспесек, біздің көрген қорлығымыз қорлық емес. Бұл кәдімгі конфет болып қалатын болып тұр. Ертең қыздарың Қытайдың немерелерің Қытайдың астында бір күндік одноразовый тряпка болып, қалаған қазақтың қызының немереңнің шекесінен шертіп жүріп, ана бойы бір қарыс, көзі сығырайған Қытай қыздарыңды бір күндік одноразовый тряпка қылады. Жақындап қалды ол. А балаларың соның құлы болады. Құлы, көтінің боғын тазалайтын құлы болады. Ал қыздарың немерелерің күні болады, күні. Ақшамен олар бәрін сындырып алады. Себебі сендер оларға, қыз балдарыңа тоқшылықты көрсетіп атқан жоқсыңдар, жоқшылықты көрсетіп атсыңдар. Сендердей әкесі бар, сендердей ағасы бар қазақтың немере, шөбере қыздарың ойыншық болады ертең Қытай мен орысқа. Қазірдің өзінде талай қазақтың қызын көзін жәутеңдеткізіп, Қытайдың қойнында, түріктің қойнында жүр ана елдің ішінде. Сенің қызыңның ашықтан ашық, мына проститутка, қалаулым деген бағдарламадан шыққан проституткалар ашықтан ашық қазақ қыздарына, егер сен үйлі болғың келсе, 9 миллионға жатырыңды Қытайға арендаға бер, түрікке арендаға бер деп жарнама жасап отыр. Соны көріп отырсыңдар ғой. Алматыда ашықтан ашық 9 миллион, 12 миллион теңгенің арасында қазақ қыздарының жатыры, маткасы арендаға беріліп отыр. Үйлерінен шығыңдаршы, ана көшеге шығыңдар, көшеге. Көшеде жүрген Қытайларды көздерін көрмей ма сендердің? Мәшинелерімен, көк нөмірмен жүрген Қытайды көздерін көрмей ма сендердің? Қазақтар шығыңдаршы көшеге. Үйлерінде отырып алып, бәрін батылсыңдар мына жерде. Елде не болып жатқанда ешқандай жерден шығарып аларың жоқ. Ән айтып отырсыңдар, ақымақтар. Ертең тоқпаларың тозынан төбедіңнен түседі ғой сендердің. Астына жазып жатыр, оған Тоқаевтың не кінәсі бар дейді. Тоқаевтың, Назарбаевтың қолымен жасалынған қасақана қылмыс бұл. Назарбаев өзінің 30 жылдық билік саясатында Қазақстан Республикасының ата заңы, конституцияны 1100 рет ауыстырды. Өзінің отбасына қолайлы қылып. Енді Тоқаев 6 жылдық президенттік өткелінің кезінде 70 рет общий 70 рет ауыстырайын деп отыр. Ата заңымызды, конституциялық заңдарымызды, баптарымызды, түсінің ба? Сол екеуі өздеріне қолайлы қылып, қазақтың ата заңын, 93 жылдан бергі ата заңын ауыстырып, қазақ жерін сатуға, қазақтың баласын сатуға, қазақтың құқын қорғамайтындай, тілін қорғамайтындай қылып, конституцияны ауыстырып отыр. Түсінде ма? Тоқаев пен Назарбаевтан келген қылмыс бұның бәрі. Қазір келі амансыздар ма? Мен Мұсаев Уланның анасы болам. Қазір мен ана балама тамақ беруім керек. Сөйлеп алсам деген. Балаңызды көрсете аласыз ба? Ерсайын мамасы. Көрсін астында Уланның мамасы. Көрсетіңізші балаңызды қандай инвалид жібергенін мына топастарға, тобырларға. Өтірік бәрі дейді. Өтірік ақпарат таратпаңдар дейді. Міне, әскерге барып инвалид болып келді. 4 жылдан бері әділдік таппай отыр анасы. 135 мың теңге айлық алып, пенсия алып отыр осы балаға. Міне, қараңдар. Осы баланың бүкіл несі сендерге, үнсіз отқан қазақтар сендерге. Міне. Көрдіңдер ма? Апталдай азаматтың асыраушысы міне. Осы баланың овал жазығы, мына үнсіз отқан қарабет еркектер сендерге. Міне, апталдай баланы қандай инвалидтік бер. Бұл ұрпақ көбейтуші бала, бұл ананы асыраушы бала. Міне коляскасы. Отырыңдар үнсіз, сендердің үнсіздерің осындай. Міне қараңдаршы, қандай асыл тұқымды азаматтың маңдайы жарқыраған. Осыны инвалид қып отқан, мына біздің үнсіздігіміздің кесірі, білесіңдер ма? Бастарыңа келсін, мына ананың жағдайы бастарыңа келсін, үнсіз отқан топастар. Міне, қазағым, алдыларыңызда отырм, мен сіздерге баламды да көрсетіп атырмын, өзімді де көрсетіп атырмын. Бұл әскери сарбаз емес, әскери колледжде, әскери мекемеде де міне осындай жағдай орын алып жатыр. Балам өз еркімен оқуға кетті. Сөйтіп міне мұнарада тұрды, әскери борышын өтеу кезінде басынан оқ жарақатын алады.
басына кірген оқ оң жақтан кіріп сол жақтан шығады. Автомат калашниковпен атады өзін. Содан аман қалды балам. Енді қазіргі көрініздер ғой, балам мүгедек, сөйлей алмайды, жатады, отыра алмайды, кешке шейін жатады. Коляскаға, инвалидный коляскаға отырғызып алам, жан-жағына жастық қойып. Сосын кейін мынандай ремен жасатып алдым, белдікпен байлаймын. О белдіктің сыртынан үлкен орамал тағып байлап, құлақамасын деп. Ұстай алмайды ғой денесін. Коляскамен то бір жағына құлайды, екінші жағына құлайды. Содан байлап алып реабилитацияға тасыдым. Міне реабилитация да жоқ. Әділетсіз. Міне баламның бүкіл экспертизасы выпискамен ғана жасалған. Вышкада тұрған кезде 2 метр қалған жерде видеокамераны бүлдіріп тастаған. Экспертизаның дәлелі бар, видео таспа бүлінген деп. 4-ші жылға кеттік міне. 3 жыл 4 ай болды. Әділдік жоқ. Мынау біздің балаларымыздан кейін ойлағанбыз, біз сарбаз өлімі тоқтайтын шығар деп. Қайдағы тоқтап атқан жоқ, наоборот көбейіп кетіп жатыр. Өздеріңіз естіп жатсыздар ғой. 7 баламыз психбольницаға жатқызылды. Оның біреуі венасын тастады. Ол неге? Жаңағы офицер солдат балаға жынысын көрсетіп, аузына аласың ба деп айтқан. Бұл не деген бассыздық бұл? Қақшан тоқтайды? Бұл заңның жоқтығынан біз талап етілмегендіктен осы әскери қызметшілерге заң жоқ, видеокамераны бүлдіріп тастайды, оларға қылмыстық жаза қолданбайды. Жаңағы воинский частарда начметтердің балаларына дұрыстап қарамайды, элементарына дәрі жоқ. Содан балаларымыз міне алғашқы көмек көрсетілмегендіктен міне өліп кетіп жатыр. Ертең 10 қараша күні аналар жиналып жатырмыз. Міне Айна тәтеміз келді, Айна тәте. Жолдан келіп отыр, міне үйге келді. Бұл кісінің баласын 3 күн 3 сутка нарядқа қойған, дем алмаған. 3 суткадан кейін алғанда 3 күн ұйықтамаған бала ұйықтап кеткен. Алғанда барып басынан тепкен отырған жерінен, сен неге ұйықтайсың деп. Неге 3 күн қатарынан суткаға неге қояды? Неге басқа балалар тұрмайды? Әрбір бала кезекте, бірақ 2 айдың ішінде бір рет түсу керек нарядқа. Қаншама балалар. Бұл баланы 3 күн 3 сутка ұстап қызып қойған нарядқа. Сөйтеді да ұйықтап кеткен. Көрдіңіз бе? Бұның бәрін қасақана істеп отыр. Ана баланы білет, ұйықтап кететін 3 сутка енді ұйықтама оңай ма? Ұйықтап кеткен жерінен кеп сабаған өлімші етіп. Сабап, ұрғызып, жүрек тұсынан ұрған. Сөйткенде алғанда бар жүгір деп жүгірізген. Бала барғанда бір күрік айналып, екінші күрікқа кеткенде құлайды бала. Жүрегі тоқтап қалған уже. Құлайды. Құлағаннан жатады сол құлаған жерінде. Алғашқы көмек көрсетілмегендіктен міне 20 минут тірі болған балан. Сол кезде алғашқы дәрігер көмек көрсетілгенде бала аман қалатын еді. Көрдіңіздер ме? Салғырттық, немқұрайлық, бассыздық, әскерилерге ешқандай жаза қолданбағандықтан видеозапистардың бәрі жойылып кетеді. Неге? Өйткені оларға қылмыстық іс қозғалмайды.